Хей guys, мен Женеке және сіздермен қамдастыр. Бүгін сіздерге өте полезный бір какой-то советпен толған видеоны сіздерге түсіріп отырмын. Меніңше бұл сіздерге видео өте керек, поэтому сіздер осы видеоны қосып көріп жатсыздар. Енді осы видеоны до конца көріңіздер, лайк басын ұмытпаңыздар, подписка ұмытпаңыздар. Мен бастаймын. Мен сіздерге дайындаған 7 совет қатар-қатармен пункт-пунктымен айтатын боламын. Лайк басын ұмытпаңыздар. Бастаймыз. Бірінші пункт. Ең алдымен сіздер сабаққа отырар кезде өзіңіздің сабақ оқитын жеріңізді прибраться. Сіздердің отыратын жеріңіз сізге ыңғайлы, уютно деуге болады, солай болу керек. Сіздер көріп тұрғаныңыздар, мен өзімнің сабақ оқитын үстелімді жинастырып жатырмын. Маған тоже сабақ оқу керек, дәл қазір таңда жинап жатырмын. Сіздерге де советую, ең бірінші сабақ оқитын орындарыңызды жинастырсаңыздар, өздеріңізге де уютно, өздеріңізге де сабақ оқуға құштарлық келеді, немесе өздеріңіз сабақ оқығанға жақсы болады, өздеріңізге полезно болады. Екінші пункт, ол берем воду или чай. Өздеріңіз білесіздер, не қылыңыздар. Үшінші пункт, ол біз өзіміздің сабағымыздағы домашнее заданиялардың составляем список солардың. Төртінші пункт, ол біздегі временное ограничение қоямыз әрбір сабаққа. Мен мысалы уже мынаяққа жазып қойдым. Әрқайсына қанша временное ограничение қоямыз, сонша жазатын боламыз. Например, геометрияда 5 минут қойдым. Өйткені тапсырма оңай. Мен 15 минуттың ішінде жасап боламын деген сияқты ше. Вот осылай әртүрлі сіздер өздеріңізге временное ограничение қойсыздар каждый сабаққа. Вот. Мне было өте полезно, потому что сіз деген бір сабақта шейін отырып, анау-мынау оқымайсыз. Өзіңіз временное ограничение қоятын болсаңыз, соншалықты временнің ішінде оқып болу керексіздер. Временное ограничение деген кезде не забывайте каждый сабақ сайын ба, білмеймін, өздеріңіз қалған уақытта әйтеуір әшеп 5 минут демалу өту керек. Сабақ оқып болғаннан кейін, потому что демалу керек, түсініп отырсыздар деп ойлаймын. Сол сияқты әрқайсы сабақ сайын сіздер демалып отырасыздар. Бесінші пункт, ең алдымен сізде легкий предмет орындайсыз, потом только сложный. Как постепенно орындайсыз, яғни какой-то баспалдақтан шығып бара жатқан сияқты. Сперва вот это, и так дальше. Түсінікті деп ойлаймын, сол үшін де, неге бірінші, мен өзім бұрында бірінші қиыннан бастайтын да. И это күшті, но қиыннан сразу нагрузка өтема бірдеме болады, не знаю. Потом арқылы сабақ оқым келмей қалып, бәрібір де артынан кейін ең кішкентайдан бастап оқитынмын. Ең там легкийден бастап. Поэтому легкий, осылай, средний, и дальше, солай кетеді. Алтыншы пункт, ол бөлменің терезесін ашып, проветривать ететін боламыз. Өйткені таза ауа өте күшті әсер етеді. Өзіммен маған ұнайды. Проветриваемая комната бізге өте қатты комитет, потому что біз деген даланың свежий воздухпен. Самый последний, самый главный. Верим в себя. И удачи. И у тебя все получится. Осы сөзді өзіңізге қайта айта беріңіз. Чтобы вы себе верили. И, кстати, мен маған байқап қалған шашты білмеймін неге. Мен жазып қойған болатын мына жерге цитата дня. В общем, өзіңізге сабақ оқыған кезде, мынаған қараған сайын мына цитатаны көресіз. Бұны какой-то яркий цветпен выделить қойыңыз. Мен розовыми выделить қойдым. Прежде мне надо цитату жаздым. Вижу цель, иду к ней. То есть мен целем мына сабақты оқып тастау деген сияқты, да? И я смотрю на нее, и типа как өзім мотивировать еткендей. Осымен достармен видеом аяқталды. Лайк басуларыңызды күтемін. Және бұл сіздерге видео өте полезно әрі керекті болды деп ойлаймын. Сау саламат болыңыздар.